Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Алматы облысы Талдықорған қаласы нөмір 2 орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Қабидолданова Айжан Алпысбай қызымын. Бүгін біз сіздермен 9 сыныптың адам жанының құпиясы бөлімі бойынша Фариза Оңғарсынованың өлең сені аялап өтем өлеңін талдайтын боламыз. Бүгінгі сабағымызда қолданатын оқу мақсатымыз әдеби шығармадағы психологизмді анықтау. Сабағымыздың бағалау критерийлері ақынның көңіл күйі арқылы өлеңдегі психологизмді табу. Қазақ әдебиетінің падишасы Фариза Оңғарсынова 1939 жылы 5 желтоқсанда дүниеге келген. Ақын 2014 жылы 23 қаңтарда дүниеден озды. Ақынның артына қалдырып кеткен жыр жинақтары Сандуғаш, Маңғыстау маржандары, Асау толқын, Дауа сынды жинақтар еді. Прозасына келетін болсақ, біздің Кәмшат, Шашы ағарған қыз аудармалары да бар. Орта ғасырдың әдеби ескерткіші Алып ер тұңға Махмұд Қашғаридің түркі сөздігін аударған еді. Балалар, бүгін біз сендермен өлең сені аялап өтетін өлеңін талдайтын болғандықтан, өлеңнің мазмұнын, өлеңнің мәтінін тыңдай отырып, тақтадан оқи отырыңдар. Дара күндерімнің, нала түндерімнің, серігі болғаның үшін, сенімі болғаның үшін, мен сені аялаймын. Біреудің пасықтығынан, біреудің жасып мұңынан, жүрегім сыздаған кезде, жаным мұздаған кезде, мен сені саялаймын. Біреудің күлкісін көріп, бақыттының түртісін көріп, шаттанып қалған шағымда, жеткендей арман сағымға, қуаныштан дірілдеп денем, алдыңа күлімдеп келем. Ажалмен айқасқан сәтте, қыршын жас көзілгенін көріп, өткінші сезімдерді көріп, кешегі доспын дегеннің минутта жерінгенін көріп, кімнен өшімді аларымды білмей, кімдерге кінә тағарымды білмей, алдыңа лапылдап келем, жарылуға жақындап келем. Өмірдің өткелдерінен қиындық көп көргеніммен, өртеніп от басқаныммен, өзіңмен қоштаспадыммен, күлкімді, жайлы күнімді, азапты қайғы мұңымды, өзіммен бөліскенің үшін, қатеммен жеңістерім үшін, менің мынау қиындау дағдырым болып, о баста көріскенің үшін, өлең, мен сені аялап өтем. Ақын туралы жазушы Ғабит Мүсірепов пікір қалдырған еді. Әлденеден мұңайған кезде, біреудің пасықтығынан жүрегі мұздаған кезде, кешегі досының бүгін жерінгенін көргенде, жарылып кетердей болған кезде, Фаризаның досы, мұңдасы, серігі, сырласы, атар оғы, берер дәрі дауасы поэзия болмақты деген еді. Бүгінгі оқу мақсатымызда психологизм болғандықтан, оның ұғым түсінігін бере кетейік. Психологизм әртүрлі шамада эпос, драма, лирикаға бірдей тән. Әдебиеттің негізгі қаруы адам болғандықтан, оның рухани әлемін, ой сезімін, түйсік түсінігін, дүниетанымын, ішкі қайшылықтарын ашып көрсету суреткердің негізгі міндеттері. Балалар, бірінші тапсырма 6 неліктен сұрағы арқылы ақынның көңіл күйін анықтаңыздар. Неліктен тапсырмасының дұрыс жауабын қарап шығыңыздар. Екінші тапсырма үзіндіден ақынның эмоциясын, өлеңнің ақын өміріндегі маңызын анықтаңыздар. Екінші тапсырмадағы ақын мен өлең атты екі кейіпкердің қызметі туралы дұрыс жауабын қарап шығыңыздар.
Үшінші тапсырма. Берілген үзінділерден ақынның мінезін тауып, сәйкестендіріңіздер. Сәйкестендіру тапсырмасының дұрыс жауабымен таныс болыңыздар. Құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен 4 сөйлем әдісі арқылы кері байланыс орнатамыз. Өлең мәтіні бойынша өз пікіріңді бір сөйлеммен жаз, осы пікіріңді бір сөйлеммен дәлелде, өмірмен байланыстырып мысал келтір, тақырып бойынша қорытынды жаз. Сабақтың оқу тапсырмасы мынандай болмақ. Әбділда Тәжібаевтың Абай бастаған ұлы ақындары бар елде қыздан шыққан фаризасы болуда қазақ елі үшін керемет жарасым. Мен осы жарасымды көргеніме бақыттымын деген пікірі сендерді қандай ойға жетелейді? Осы пікірді негізге ала отырып, ой толғау жазыңыздар. Жақсы оқушылар, сау болыңыздар.